қой, бірсе былай киінеді, не қысқа емес, не ұзын емес, бірсе ана жерін ашады, мына жерін ашады. Даниярмен істеп жүрген тірлігі анау деген секілді. Білмеймін, бір лайық болу керек, табиғи қыз оған, кәдімгідей тәртіпті, сондай қыз лайық болу керек деген әңгімені айтқан болатын. Бірақ мен Диананы ол Айданаға жеткізеді деп мүлдем ойлаған жоқпын. Жоқ, түрге не қатысы бар деймін да, бұл жерде сұлуға кетеді да, онда егер номинация келсе, түр қатысушыға не қатысы бар, Жансая, сәл логика қаяқта. Қазір енді Хадишаның өзінен сұрайық, Хадиша. Диана ханым, кеше енді Жансая екеуміз былай сөйлесіп қалған, бірақ мен ондай бір әсірелеп айтқан жоқтығым, бірақ Жансая енді Дианаға кәдімде күштілеп тұрып, сөз қосып жауап беріпті ғой. Хамо не болды? Білмеймін, ашыланып қалды, білмеймін, не үшін ашыланып қалғанын. Енді Диана ханым, мен былай айтқым келеді да, негізі маусым қатысушына мен негізінде өзім жанкүйер ретінде негізі мөлдірді таңдаған тұғынмын. Негізі мөлдірге өзім даусымды берген тұғынмын. Және де мен бір Айдананы жамандап, бір мысқылдап, ондай неде емес. Просто қайта-қайта Айдана кішкене өзін айта береді да, мен маусым қатысушы болға лайықтымын, үйтем деген сияқты сыртта айтады да, ал эфирде былай, ой деп, мен ғой по-любому деген сияқты іштен айтады да, үндемеймін. Мен соны айтамын да, кішкене эфирде өзіңнің шынайы бетпердеңді көрсетсеш, я мен лайықтым деп, осы жерде эфирде айт деген сияқты. Жоқ, Диана ханым, түсінбеймін Айдана негізінде. Диана ханым, мен осы жерде отырған кезде разве мен айтқан жоқпын ба? Мен жыл қатысушысына толығымен лайықтымын, өйткені бәрібірде, енді білмеймін, Диана ханым ана Жансая айтып жатыр ғой, что Хадиша былай айтты дегенде, мен негізі осылай бір өсектерге сене бермеймін да, просто жаңа мына Алматтың мәселесі туындап жатыр екен. Просто ойлаймын да, енді осы номинациялар болыпты. Егер де какие-то претензии есть, можно эфирде айта беріңіздер. Жоқ, Айдана осылай да осылай. А былай сырттан айтудың ешбір қажеті жоқ. Және бұл жерде халық шешеді, және де мен білемін, то, что менің қолдаушыларым мені қолдайтындарын мен толығымен білемін. Я понимаю, Диана ханым, киім дейді, басқа дейді, но енді ол менің ұстаным болса, даже вот элементарно номинацияға қатысқан кезде, у меня даже в профайле стоит. Мен ешқашан еш адамның киіміне тиіскен жоқпын, және мен де киіміне тиісуге жол бермеймін. Диана ханым, кешірім сұраймын. Хамо, микрофонды алыңызшы, не болды сізге? Диана ханым, әңгіме ұнаған жоқ, осы нәрседен өзі енді арылып, енді бір нормально болып келатқан кезде біреу алып мынаяқтан Диана, екінші салып тағды Диана, өздерің араларында сөз тасисыңдар ма, айналдырып әкеліп Диананы тыға бермеңдерші. Сосын жаңа Алмат пен Айдана екеуі ренжіп жатсыңдар, сендер жалпы мақсаттарың қосылақ жобасына келіңіз, номинация үшін, жаңағыдай ханзада болу үшін, немесе мисс болу үшін ба, неменеге біле осы сен кішкене басқа жаққа қарай бұрмалап кеттің негізі. Мен жай ғана айттым, маған айтқан болатын дедім. Және де мен жерде номинация үшін ренжіп отырған жоқпын. Мен тағы да айтам, халық шешеді, алсақ алдық, алмасақ тағы да қойдық дегенде ғой. Просто қарашы, енді элементарно просто сырттай әңгіме айтқанша лучше осы жерде бетке айтқан жақсы дегенім. И все, только это, Хамо. А сенің Дианаңды, то что они разговаривали, это енді басқа асыра сілтеп айтты дейді ғой, бірақ та мен білемін, Диана маған асыра сілтеп айтпайды, қалай болды солай айтты. А сен мына жерде бүкіл сөзден барысында Диананың қайтын өсек шыққып көрсеткің келіп тұр. Мен Диананы өсек шықылған жоқпын ғой. Диана, мен саған айтам, пожалуйста, бір нәрсе білсең де айтпашы ешкімге. Сен жаман көрсеткеннен басқа не керек бұл жерде? Диана, мен сені жаман қылып көрсеттім бе? Я не могу понять просто. Хамо, сен бұрын қыздар сөйлесіп отқан жерде ер азаматтың араласуы өте дұрыс. Бұл жерде мен болашақ жарым туралы әңгіме отыр. Қазір сен алдында соны басқа жаққа көрсетіп жатсың халыққа. Қалай бұл жерде Диана өсекші болып қалды ма, не болып қалды? Ешнәрсе болған жоқ. Маған жанашырлықпен айтты. Сен айттың, одан кейін Жансая айтты. Мен білген жоқпын Диана үйтіп жеткізетін деп. Ол Жансаяға вопрос, а не ко мне, правильно? Сабыр, Арина. Айтсам бола ма? Енді Хамо, сен қыздарға өкпелеп жатсың ғой, сен бірінші қасындағы қызына өкпелемейсің ба? Не үшін барып Айданаға айтады оны? Өсекші қылып, Диана өсекші отыр ғой? Жының деп тұрған адамды одан беттір өзінен шығармаш. Мен сен жынына тиіп атқан жоқ. Қыздар, жігіттер, мен ойлаймын, бұл жерде қатты сабырсыздық танытып ашуланатындай зат болып жатқан жоқ. Диана ханым, және де Хамо сабырға келгеніңді қалаймын. Және де мен Диана ханым айта кетейінші, мен бастапқыда сезон басына келген кезде... Хамо, кішкене таза ауаға шығып қайтсаңыз болады. Мен бастапқыда сезон басына келген кезде мен ештеңеге, мисқа да ештеңеге мен таласпаймын деп айтқан тұм. Және де номинацияға да мен таласып жүрген жоқпын. Және де айтқым келеді, сыртта олай мен лайықтымын, анау лайықта. Біресем, мысалы, айтады ғой бір-бірлеріне, мен лайықтымын, маусым қатысушы негізі мен кіру керек едім деген сияқты. Ол нәрсе дұрыс емес деп ойлаймын да. Сіздер бұл неге қосақ бағдарламасына сіздер тұрмысқа шығу үшін, және де үйлену үшін келдіңіздер, номинация үшін келген жоқсыздар деген әңгіме ғой. Стандарт әңгімені айта берудің тізе шығып кеткен әңгіменің қажеті жоқ. Сендер
үйлен үшін келдіңдер, сендер данышпан болып сөйлеудің бұл жерде қажетті бір тиынға керегі жоқ. Сенде мысалға фразаны ағын келеді, ол лайық, анық нәрсе, сен постоянно айтатын нәрсе, я по факту қайталаватсың. Значит, сен бұл номинацияның ағын келеді. А қазір мынарда күшті бір коронаның кейпін киіп алып, біз үйлен үшін келдік, біз я дұрыс бәсекелесіп талас, ол всегда болатын нәрсе ол. Данышпан болудың бір вообще қажет. Бірақ бұл жерде біз қанша бет жыртысқанмен, таласқанмен шешетін тек қана халық, тіпті ұжымның өзі емес. Біз ары кетсе өзіміз QR арқылы дауыс бере аламыз, өзіміздің фавориттерімізге, бірақ көпшілік дауыс бәрібірде халық тарапынан. Ол сол күні эфирде белгілі болады. Кім? Тіпті біз қазір білмейміз. Аралық кезеңдегі нақты кімде қанша дауыс екенін біз қарап та жүрген жоқпыз мысалы. Сондықтан бұл жерде ең соңғы сәтте, ең соңғы күнде барлығы шешіледі. Негізінде. Сол енді қатысушылардың бір шетінен обидасы да дұрыс қой Диана ханым. Нәрде былай қарасаңызда кейбіреудің қолдаушысы өте көп. Кейбіреудің мүлде жоқ. Соған да қарап отыра қатысушылар не істейден үміттеніп таласып жатқан түрі ғой енді. Пусть выиграет сильнейший. Диана ханым, біз наоборот даже күнде актермен келеміз ғой, өзінше бірімізге психолог деп прикол ұстаймыз. О, акторе, там жыл қатысушына үміткер ретінде де бір-бірімізбен жай ғана прикол айтамыз. Және де Диана ханым, егер де именно сол жердегі балдардың және де қыздардың барлығы лайықты негізі. Я так считаю. Мен, конечно, алғым келеді. И мен әрине айтамын, жыл қатысушысы ол мен. Мен ішімде, менің қолдаушыларым ішінде ол мен. И что в этом плохого? Так же, как и әрқайсымыз солай ойлаймыз. Баян? Диана ханым, қайырлы күн. Мына жақта жігіттер де нетіп жатыр ғой. Негізі жаңағы әңгімелердің барлығы болған. Мен мысалы Алматының несін түсініп тұрмын ше, краш деген атқа лайықты жан именно Алмат. Және Айдананы да түсініп тұрмын. Неге десеңіздер, енді ақылды, ашық, білімді, заманауи қыз ғой. Осы жақта қаншама сезон отыр. Сол ал енді жаңағы әдемілікке де, әдемі сұлуға да болып жатыр екен. Мына жақта енді таласпадар, мен сұлу болам деп айтқым келіп тұр деп. Жоқ, сен Баян месен түсінмен алдында ғана сен Шерхан деп жатыр едің ғой негізі. Мен тыңдағам сол эфир. Диана ханым негізі Алмат деді бірінші, потом Шерханда бар деді. Жоқ, сен Алмат ол кезде жоқсың бауырым. Мен болмасам да көрдім ғой. Болды, бере салдым саған, сол краш сен ақ бола берші, құдай ай. Айтпасай онда тапсыршы отыра берсей. Просто Диана ханым мынандай ғой. Жарайды, оны таласып не істейміз. Таласып отырсыздар ғой? Жоқ, таласқанда Диана ханым мынандай әңгіме ғой. Енді таңдайтын адамдарды лайықты осындай номинация, осындай адамдар. Негізі мына жерде жігіттер түсініп жатырмын да. Айда қазір. Осындай номинация, осындай адамдар лайықты деп біздер мысалы редакция тарапынан өздері нұсқаларын қойды, таңдады мысалға. Енді оған ары қарай несіне сын келтіресіздер деймін да, жаңада мысалы кішігірім ренжістер болып жатыр да, балалардың қызғаныштары. Енді лайық болмағандарыңа біз кінәлі емеспіз ғой, дұрыс па? Мен бірақ Диана ханым шынымды айтайын, алсам да алмасам да барлығына көңілім баяғыдай, ешкім ренжу ондай жоқ екен. Бұл жерде кім жеңсе де нормально өзінің жанкүйері бар адам жеңеді деп ойлаймын. Диана ханым, мына жерде жігіттер түсінбей жатыр да, Алматыда, Шерханды да өздері таласып отыр ғой. Негізі былай енді әркімді көзіне ай көрінеді, көзіне дейді емес пе? И оны халық та көріп тұр дегендей, талант жағынан да, внешность жағынан да негізі Нұрдәулет краш. Сондықтан таласпай қойыңыздаршы. Енді дұрыс қой, өзі айтқандай әркімдікі өзіне ай көрінер көзіне. Жандос, сіз не дейсіз? Қалыс қалып кеттіңіз ғой. Жони.өтес парақшасына тіркеліңіздер. Рахмет, Диана ханым. Негізі мен бұл жерде даусым негізі анық деп ойлаймын. Менің даусым бұл жерде маусым қатысушысы ол әрине Айдана. Өйткені Айдананың отряды өте көп. Венера ханым, Тамара ханым, Самал ханым, Айгүл ханым. Одан қала берді X мырза, А мырза деген олардың туысқандары бар. Плюс менің даусым бар. Сол үшін Айдана бұл жерде анық фаворит. Так что қалғандарыңыз ренжімеңіздер. Рахмет, Жандос. Еңлік. Қайырлы күн, Диана ханым. Негізінде мына жақта бүкіл қатысушылар айтып жатыр ғой, если мен алмай қалған жағдайда да ренжімеймін деп. Бірақ ол қазір ренжімеймін. Номинация алынғаннан кейін бәрібір ренжіп редакцияның артынан мынандай сөздер айтады әлі күнге дейін. Міндетті түрде. Әлі күнге дейін айтылып келе жатыр ғой нәрсе. Жаңа қатысушылар айтып жатыр ғой, мен алам деген сияқты. Бірақ Айдана, сіздің есіңізде болса, сіз алдыңғы жылда мен алам дедіңіз, болмай қалдыңыз, екінші орын алдыңыз. Осы жылы да сіз келген кезде менің тәжім басымда, мисс мен болам деп келдіңіз, сіз мисс боламай қалдыңыз. Сондай нәрселер болады дегендей ғой. Сондықтан өздеріңізге сенімді болып, мен алам деп көкіректеріңіз ұрмай қойыңыздар. Жоқ, мен оказывается бар ғой, бұл өмірде өз-өзіме ғана сеніп қалған адаммын да, және мен өзіме әрдайым сенімді боламын. Оны ешкім менің бар ғой бойымнан былай ала алмайды да. Тәжбен кірдім да, мен айтқан болатын, қыздар менің тәжім әрдайым басымда, сондықтан да көрсетейін деп келдім дегендей болдым. Және де осы жылдары енді мисс Қостанай именно байқауына қатысқан кезде у меня немножко перед этим какие-то стрессовые моменты болып қалды. И мен тіптен Диана ханым ана бір сөздерден шаршағаннан кейін сол үшін келді, сол үшін мен мүлдем бас тартқан болатын. Бірақ соңына дейін бәрібір де күрестік осы жерде. Сондай бір
қатты аса бір дайындалмағанның өзінде мен екінші орынға ие болдым. Менің ойымша ол да үлкен жетістік. Және де енді Диана ханым, кез келген адам в любом случае байқау, если кто-то, Диана ханым, относится вот так, ойнау сайыс, ничего страшного, менде ондайым жоқ. Сайыс па, байқау ма, жаса, қолдан келгенше өзіндікін көрсет. Білмеймін енді, мен бір ғой халыққа немесе қыздарға, жігіттерге жаман өнеге бердім деп ойламаймын, на то пошло, осы 2 жылдың ішінде. Окей, киімме тесесіңдер, бүйтесіңдер, сөйтесіңдер, но сырттан барлығымыз араласқан кезде құдайым-ау, сіздерге менен жақсы адам жоқ сияқты болып айтасыздар ғой, а потом осы жерге келіп, почему-то халықтың алдында мені кішігірім андай бір жығып беруге тырысасыздар. Но мен даже оған да ренжімеймін, Диана ханым, потому что реально каждый сам за себя здесь. Қалай айтсаңыздар да. Мен әрдайым жақсыны айтамын, айта берем, и мне все равно, что вы мне не говорили. Хорошо, айта бер, тағы бір нәрсе айта кетейінші. Жаңа негізі артында қыздар отыр ғой. Солар маусым сұлу дегенге кішкене наразылықтарын білдіріп жатыр. Не үшін мен жоқпын деген сияқты қыздар Жансая айтып жатыр, например. Ар жақтан Баян отыр, мен алам деген сияқты. Баян, мына жақта жас қыздар отқан кезде мен ойламаймын сізге береді деп даусын. Вот именно жас қыздар отырған кезде 30 жастағы мен де сияқты сұлу. Конечно, мен алам қыздар. Ол өзіңіздің көзіңізге солай көрініп тұр ғой. Енді Жансая негізінде бізде үміткерлер тізімінде болған еді. Ал баста Қосаяқ премиясы талқыға түскен кезде, біз жалпы ұжым болып адамдарды бөлген кезде, бірақ кейіннен ең соңғы сәттерде біз Жансаяны алып тастадық. Неге екенін түсіндірейін, бұл жерде жауапкершілік, бұл жерде дисциплина. Я қанша жерден сұлу болсын, қанша жерден көркем, әдемі, биязы, инабатты ибалы болсын, адамда жауапкершілік болмаса, ұжымға деген дер кезіндегі бір сыйластық болмаса, кешіріңіздер, I'm sorry, ондайды біз қоса алмаймыз. Сол үшін Жансая себебін біліп жүріңіз, сол үшін ғана. Диана ханым, сіз әрдайым да орында айтасыз ғой, мен негізі Жансая бір заочниктердің қатарына жатқызам, былай айтқан кезде. Енді мына еңлікті айтамын да, мен еңлікті нервім шығарады да. Неге деймін да, осы жасқа тиісу, не деймін да, жасқа тиісу. 30-ға келгенде сендер қандай боласыңдар әлі? Нұрсұлтан, сіз біздің жасымызға тиіспейсіз ба? Осы жерге шыққан кезде 18 жастағылар ойбай, сендер дайын емессіңдер. Мен түрге айтып жатқан жоқпын. Жоқ, сұлу номинация. Келей жасын айтып жатыр. Жоқ, енді номинация бұл жерде Баянға сөйлеберін тиіп кетті ма? Иә, тиіп кетті, кәдімгідей тікелей тиіп кетті. Өтірік істемеңізші, сол нәрсені сыртта көрсетіңіз, эфирде емес. Сіз сыртта мүлдем Баянға қарамайсыз да. Оны біз ортаға шыққанда қарайын ба, қарамайын ба, оны талқылаймыз да. Тұра тұр, бұл жерде номинация сөзі бұрмалы. Бізде жарнама.